Жұманың түстен кейінгі уақыт еді. Операцияларымызды бітіріп, қағаздарымызды жазып болып, ақырындап үйге жинала бастағанбыз. Бөлім меңгерушісінің кабинетіне танысымыз кірді. Ақ көңіл, қолында барын аямайтын жақсы жігіт еді. Қабағы түсіп кеткен, көзінде жас. Бір жамандық болғанын сезіп, жағдайын сұрай бастадық. Жолдасымыздың 80-нен асқан әкесі бар еді, бірге тұратын. 3-4 күн болыпты, төсек тартып жатып қалыпты. Не су ішпейді, не тамақ өтпейді. Шамасы уақыты келген сияқты. Жүріп кетсе қонақтар, туыстар келеді. Сондықтан көз жұмса ауруханада бола тұрса екен. Мен тездетіп үйді жөндеп, ауылдағы малды сойып, дайындалсам деп едім деп, жолдасымыз көзіндегі жасын сүртті. Әрине, біз келістік. Ақсақалдық құжаттарын жөндеп, жеке палатаға жатқыздық. Шынымен, жағдайы ауыр, әбден денесі кеуіп кеткен. Тек қана ине сұғып, қатты әсер етсең, тірлік белгілерін білдіреді. Қан қысымы өте төмен. Шынымен ақ, уақыты келген секілді. Қажетті дәрілерін жазып беріп, өзіміз үйге қайттық. Дүйсенбі күні әдеттегідей таңғы 7:30-да жұмысқа келіп, науқастарымызды тексеріп болған соң, өлгелі жатқан шалымызға кірсек, тете Валя деген санитаркамыз ақсақалымызға қасықпен ботқа беріп отыр. Ну давайте, Дуля, красотуля, еще ложечку, ради внуков деп, аузына ботқаны салуда. Ақсақалымыздың көңіл күйі керемет, мәз. Бізге көзін қысып қояды. Біз аң-таңбыз. Сонымен не керек? Ақсақалдан жөн сұрасақ, соңғы күндері қатты белі ауырған екен. Содан үйдегі келіні ауыртпайтын дәрі бер керек деп, дәріханадан дәрінің ең күштісін сатып алып беріпті. Ақсақал бірден 2 таблеткасын ішіп алып, содан кейін тағы да белі ауырса іше берген болу керек. Арғы жағы есінде жоқ. Біз әбден күлдік. Әрине, ондай дәріні бақылаусыз ішсең, ес түсіңнен тез арада айырылуың ғажап емес. Ақсақалымыз сөйтіп қажетті дозасын алған нашақор сияқты балқып шалқып жата берген. Оны көрген бала-шағасы жамандыққа жүріп, бізге алып келген. Дәрі құйып қанын аздап тазалағаннан кейін, әрине, қариямыз есін кіріп, ең бастысы қою шай мен тамақ сұраған. Қайтсын енді, байғұс шал. Түстен кейін баласы келді. Қасында жасы үлкен кісісі бар. Атамыздығын сүйегін алып кетейік деген едік дейді. Біз жымың-жымың етіп сонда да сыр бермеуге тырысып, медбикелерге ана шалды дайындаңдар, алып кетеді деп тапсырма беріп күтіп отырмыз. Ар жағы не болар екен деп. Бір уақытта кабинетке ақсақал кірді. Күтіп отырған жолдасымыз бен туысқаны орындарынан атып тұрып, ақсақалдың бетінен шөлпілдетіп сүйіп жатыр. Арасында көз жастарын да сүртіп қояды. Жолдасымыз түк түсінбей, екі көзі алақандай болып бізге қарады. Әкелеріңді алып кетіңдер, бізге түскен адам өлмейді деп біз де қарқылдап күлдік. Жолдасымыз туысымен ақсақалды үйлеріне апарып, үйінде сапырылысқан туыстар, дүниенің 4 бұрышынан келген қонақтар, қазанда пісіп жатқан ет, есік алдында киіз үй, бәрімен амандасып көріскеннен кейін ақсақал не болғанын түсініп, мұндай боларын білгенде, баяғыда бір өліп тірілер едім деп, сендерді көру үшін деп, елді әбден мәз қылған екен. Сол шалымыз 100-ге таяп көз жұмды, яғни сол уақиғадан кейін тағы да 10 шақты жыл өмір сүрді. Болған жағдайды әлі күнге дейін жолдасыммен еске аламыз. Қазақтың бір қызық жері, үлкендерді 70-тен асса болды, оларды о дүниеге дайындай бастайды. Қариялардың бір жері сырқыраса, қойылатын диагноз біреу ғана, кәрілік. Енді амал не? Жас болса келіп қалды деп,
буын ауырса да, басы ауырса да диагноз қоя саламыз да аурухана немесе емханаға барудан бас тартамыз. Өкінішке орай, мұндай көзқарас біздің медицинаға да жабысып қалған. 70-тен асқан науқасты ауруханаға алып келсе, жатқызбаудың амалын іздейміз. Дәрігерлеріміздің де қоятыны сол баяғы кәрілік деген диагноз. Ал енді 80-нен ассаң, ол бітті деген сөз. Қаншама өмір сүргін келсе де, бүкіл қоғам болып кемпір шалдарымызды аттандыруға асығамыз да жатамыз. Асарын асады, жасарын жасады дейміз. Асау мен жасаудың мөлшерін өлшегендей. Медицина тұрғысынан алғанда, егер де дер кезінде қарияларымыздың жүрек қамырларын тазалап, қанын сұйытып, буындарын алмастырып, үлкейген бездерін алып тастап отырсақ, олар 100-ге жетіп, тіпті одан да асар еді. Ол естімейтін құлақ пен бұлдыраған көзді былай қойғанда. Жасалған іс-шаралардың арқасында қазақстандықтардың өмір сүру жасы 72 жасқа дейін ұлғайды дегенді жиі естиміз, мақтанамыз. Бірақ бұл көрсеткіштің біздің қоғамдағы кәрі адамдардың санының көбейгенін көрсететін. Яғни олардың санының көптігі біздің мемлекеттің әлеуметтік саясатының жақсарғанын білдіретін кейде ойламаймыз. Сондықтан осы бір сұраққа көңіл бөлетін кез келген сияқты. Аман болайық.